Ақтау қаласы нөмір 3 жалпы орта білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ниязова Құралай. 3 сынып әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы Наурыз келді. Темірхан Медетбек. Оқу мақсаттары: өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Оқушылар, мына суретке назар аударайық. Мына суретке назар салып қараңыздар. Наурыз көже туралы білетіндеріңізді отбасы мүшелерімен бірге ортаға салыңыздар. Наурыз көжеге қандай тағамдар салынады? Үлкендерден сұрап білуге болады. Олай болса, Наурыз келді өлеңімен танысу үшін авторымен танысайық. Темірхан Медетбек 1945 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан маңындағы Амангелді ауылында туған. Наурыз келді және тағы басқа жинақтардың авторы. Наурыз келді, қара жер семіріп, бөгіп жатыр. Төрт түлік малым даламның көлдей етегін толтырып, төлдерін төгіп жатыр. Өрісім у-шу болып, көңілімді қозғап тұр. Қошақандарым сыбызғыдай ән салып, құлыншақтарым күміс қоңыраудай жар салып, ботақандарым иір мойынды қобыздай боздап тұр. Балалар, осы өлеңді оқып болғаннан кейін тапсырма. Бірінші шумақ бойынша бір сөйлем құрастырамыз. Екінші шумақ бойынша 3 сөйлем құрастырамыз. Үшінші шумақ бойынша 2 сөйлем құрастырамыз. Мысалы, әжем саба толы қымызды пісіп жатыр. Осымен сабақ аяқталды. Үйге тапсырма. Наурыз келді тақырыбына мәтін құрастыру. Тағы да өз өңіріңізде Наурыз мерекесін қалай қарсы аласыңыздар? Отбасыңызбен ақылдасып, ойларыңызды ортаға салуға болады.